Онсызда бұрынғы тұтастығына сызат түсіп, қайраты кеміген түстік қазақтардың одан бетер бытыраңқылыққа ұрынуына үлесі зор ождан даруға олардың ең осал тартқан уақытын тап басты. Тап басқанда енді ойға алған мақсатын Әлім ханның арқасында іске асырмаққа жорық сапарына шыққан. Ол хан күймесінің жанында тұрып терең тыныстады. Тақсыр ием, Алла қаласа, 2-3 айда сонау Қордай Ұзынағашқа дейінгі жер сіздің құзырыңызға қарамақ. Қазақ даласын басқан соң, сіздің ойыңызда болатын ең бір маңызды нәрсе, өзіңіз қажет деп тапқан жерлеріңізге керуен сарайлар мен рабаттар тұрғызу. Сөйтсеңіз, басып алатын кең алаптың һәммәсі Бақи Қоқандікі, ал ондағы шаһарлар болса да өзіміздің қорған қамалдарымызға айналады. Қазақ елінің жай күйімен сырттай танысы білгерген. Аталарының кезіндегідей емес. Хан болғалы Қоқан құзырындағы жер аумағын соғыспен де, айламен де бір шама кеңейткен. Өзін Бұқар ханы Дәнәгөй деп таныған. Осыған тым тоқ мейілсіп, соңғы кездері кеудесі көк тіреуге шақ жүрген әрі бұрынғыдай ожданның ақыл кеңесін керек қылмайтын Әлім оған зекіп берді. Менің ой ниетімді өзіме қайтара айтуыңа қалай батылың барады, найсап? Әлде ақылың тасыйын деді ме? Ондай шаруалар сен айтпасаң да көкейімде тұр. Сосын күймесіне жайғасты да шерік басшысына бұйырды. Ғаскерді баста, мыңбасылар өз ғаскерлерінің шетінде жүрсін. Менен хабар болмай, еш жерге аялдамаңдар. Ождан да өз күймесіне мінді. Қалың қол судан өтіп, ұзақ жүрді. Түс әлетінде шығыс беттегі таулармен шектескен, өркеш-өркеш шоталардың етегіндегі бір шетінде ну қамыс басқан сай бар, кең жазыққа аяқ іліккендері сол еді. Алдыңғы жақтағы аламандар шу етісті. Қалың қол жүрісін қалт тоқтатты. Хан күймесіне жегілген аттардың да тізгіні тартылды. Не болып қалды? Деп ақырды ождан күйме есігінен сығалап. Қатар келе жатқан аттылы тарабасына. Білмедім тақсыр, деп күмілжеді анау. Сәл сабыр сақтаңызшы, біліп келейін. Ол атын алға тебіндірді. Ұзап үлгермеді. Алдыңғы жақтан бір мыңбасы шауып келді. Күйме алдында аттан домаланып түсті де, қолын кеудесіне қоя, ожданға иілді. Сұмдық болды тақсыр, сұмдық. Ожданның зәрлі жүзінен қатты ығып, сасыңқырап қалды ма, біраз тоқтап барып, тағы сөйледі. Нәрақ ләшкәр башына біреу атып кетті. Ожданның көздері ойнақтап, әбіржеген кейіппен жерге секіріп түсті. Атқаны қалай? Кім атты? Білмедім. Сірә мерген қамыс ішінде болдау деймін. Әй, не оттап тұрсың сен? Жер астынан шыққан біреу болмаса, осынша ғаскердің алдында ләшкер башына кім атады? Жан жақты түгел тінттіңдер ме? Ат шауып жетер жердің бәрін шарлап шықтық. Ғаскер қалың қамысты таптап тастады. Нарақты атқан адамды жер жұтып кетті ме, әлде қашып үлгерді ме, ешкімді таба алмадық. Әй, ханға не айтамыз енді? Ай күннің аманында соғыссыз, шайқассыз далада ләшкер башыдан айырылып, ождан ашудан дірілдеп сөзін жұтты. Хан күймесі 100 қадамдай артта еді. Ол жақтан ханның бас тарабасы жүгіріп жетті. Хан ием ләшкердің неге тоқтағанын білгісі келеді. Басын төмен салған ождан суық хабар әкелген мыңбасыға қадалды. Жүр, болған жайтты ханға өзің түсіндір. Әлім бұл хабарды естігенде бұлқан талқан болды. Ожданды жерден алып жерге салды. Әлден соң басылды да оған сұқ саусағын қадады. Тарақаттардың басшысы қайда? Шақыр оны. Әп сәтте алдына жеткен тарақаттар басшысына хан сұрақ қойды. Анада, бұл аймақта ең кәтта шаһар Шымқала деп едің ғой.
Оған дейін әлі қанша жүреміз? Суыт жүрсек, 1,5 күнде жетеміз. Оған дейін көзге ілінер кент қалашықтар бар ма? Келестің орта тұсында шарапхана дейтін кәтті кент бар. Хан енді ожданға бұрылды. Шерікті топтамай, жан-жаққа шашырата жүргіз. Бұл қазақтарды жабайы бөрі тәрізді епшілдеп естігем. Көрдің ғой, қарсылар ғаскері көрінбесе де, әлде біреуі ләшкер башына атып кетуге қайла тапты. Енді түн түскенше ләшкерді шарапханаға жеткіз. Оған жеткенше жол-жолда кездескен ауылдарды аямай қыр. Бір ләшкер башының өліміне 1000 қазақты теңестіріп қырсаң сауап. Ташкен мен шарапхана арасындағы қыр жоталар табандарын бойлай ағатын өзен сулардың жағасында Қаңлы, Шанышқылы, Дула тұруларының көп ауылдары жайғасқан. Ождан ғаскерінің алғашқы шапқыншылығына солар ұшырады. Есерленген қоқандықтар ешкімді аямады. Алдарынан кездескеннің жас кәрісіне қарамай найзаға ілді, қылышпен шапты. Қашуға әрекеттенгендерді мылтықпен атып тоңқаластырды. Киіз үйлерді төңкеріп, отқа орады. Әйтеуір, қарайған нәрсенің бәрін жайпап өтті. Екі жағы Құнанбайге шабарлықтай қашықтықта созылып, қапталдаса жүрген 20 000 ғаскер кеш түсе шарапханаға жетті. Айналаны басқан қараңғылықпен бірге өздері де қаптаған қара диюдай қара құрым боп келген мыңдаған шерікті көздері шалған шарапханалықтар үрейлері ұшып, үйлеріне тығылысты. Күндіз ат тұмсығына тірелген тірінің бәрін жайпап келген шерік мұнда келгенде ешкімге тиіспеді. Ауылдың батыс бетіндегі жазықта аттан түсті. Хан шатыры ғаскердің тура ортасына тігілді. Азанда Әлім хан паруанашыларына тағы бұйрық берді. Шапқан ат бір күнде жететін жерлерде орналасқан ауылдардың бәрін шабыңдар. Әр ауылдардан 20-30 әйел еркегі аралас адамдарды жылқы есектерімен қоса айдап келіңдер. Адамдары мақұл. Ханның жылқы есектерді не қылмағын паруанашылар түгілі ожданның өзі де түсінбеді. Хан және пәрмендеді. Шапқан ауылдарыңның адамдарын түгел қыра бермеңдер. Күні ертең бізге жалшы-малшы, құл-күң керек қой. 5 топқа бөлінген ғаскердің біраз бөлігі алдарына айналадағы ауылдарды жақсы білетін шарапханалықтарды салып, әр тарапқа аттанды. Азанғы асына тойынып алған хан ожданды шақыртты. Бұл кенттің басшысы бар мекен өзі? Керуен жолындағы қазақтың мұндай ірі кенті басшысыз, бейсіз бола ма тақсыр? Бүгін азанда кент басшысын шатырыма алдырғам. Өзі бір қырсық неме екен. Кешіктендерге біраз төмпештетіп алуыма тура келді. Оны осында алдыр. Құп тақсыр. 3 жасауыл қолына кісен салынған ұзын бойлы кісіні хан шатырына демде алып келді. Әлім оған тесіле қарады да ожданға иек қақты. Даруға шап етті. Жасауылдар жолда бұған ханға иіліп сәлем беру керектігін үйретпегенсіңдер ме? Сосын суық жүзбен кент басшысына көз қадады. Ей, теректей сереген жабайы қазақ. Алдыңда отырған Алладан қонған бақтың арқасында күллі Қоқан уәлаятына билік жүргізетін құдіретті Әлім хан. Дәргей мансабы биік Әлім тақсыр. Бүгіннен бастап сендердің де әміршілерің. Әміршіге қолыңды қусыра, басыңды иіп, бүгіліп тағзым ет. Содан соң әміршінің жүзіне көзіңді тура салмай, басыңды төмен ұстап тұр. Кент басшысы шынында ер екен. Ожданға қаһарлы жүзбен бет бұрды. Әлімің хан болса қайтем. Мен қатын емеспін. Оған бүгіліп сәлем беріп, басымды төмен иіп тұратын. Ханың Құдайдың ұлы емес. Ол да мен тәрізді еркек. Еркек пен еркек бір-біріне көз қадап тұрып сөйлеспегі ләзім.
сарттарда қайдам? Біздің қазақта ғұрып солай. Айтпақшы, сендерге алғашқы сауалды өзім қояйын. Осыншама ғаскермен біздің далаға не үшін келдіңдер? Өмірінде мұндай сөзді естімеген, алдына келгеннің бәрі еңкейіп тоңқайып иілетініне, жандары ұшып құрдай жорғалайтынына әбден үйренген әлімнің талағы тарс айырылды. Ашуланғаны соншалық орнынан қалай тұрып кеткенін өзі де білмей қалдау әсті. Қолдарын жан-жаққа сермей, ананың сөзін үзіп, бажылдап берді. Жабайы қазақ, саған алдымен неге келгенімді айтсам, сендерді тағылықтан арылтып, Алланың тура жолына салуға келдім. Бас амандығың үшін аяғыма жығыла, ғапу сұраудың орнына тағы аңға ұқсас мінезіңді неге көрсетесің? Осы сөзің өзіңе ажал құштыратынын анау малғұн малдыкімен теңдес ойсыз миың ойламай тұрған тәрізді. Бұл жолы оның сөзін кент басшысы бұзды. Алланың тура жолын сендерсіз ақ білеміз. Соны жүдә тағы үйреткің келіп бара жатса, осыншама ғаскер ертудің ғамал қисыны бар ма? Одан да аш көзденіп, қазақ жерін басуға келдік, деп турасын айта салсайшы. Әлім оған айтарға жауап таппай, жасауылдарына ышқына пәрмен етті. Мынаны далаға шығарыңдар да, жуан ағаштың ұшын үшкірлеп, құйрығымен қазыққа отырғызыңдар. Бет аузын білдірмеңдер. Қазыққа қалшиып өлгенде де жұрты анық танитын болсын. Үн қатуға қайылы болмай, іштен тынған ождан, оның бетін білдірмеңдер дегенінің астарын тағы ұқпады. Жасауылдар шарапхана басшысын сыртқа сүйреп әкеткенде, әлім бұған шүйлікті. Қазақ қазір әркімнен қорланып, қорқақ болып кеткен дегенің қайда? Кеше біреуі тал түсте ләшкер башыны атады. Бүгін біреуі маған қарсы сөйлейді. Қане, түкпен шаруасы жоқ, ойсыз, мал бағудан басқаны білмейтін қамсыз деген қазақтарың. Ендігіде алдыма әкелетін қазағыңның біреуі маған осылай сөйлеп көрсін. Онымен қосып, өзіңді де қазыққа отырғызам. Ха тақсыр ем, ха тақсыр. Алдағы күндері алдыңызға келетін қазақтың һәммәсінің тілдерін жұмсартып, саналарын ашып әкелемін. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бұларды жабайы деп. Хақиқатында бұлар түктің мәнісін білмейтін жабайылар. Бүгін ия десе, ертесіне жоқ дейді. Шық шатырдан, деп ақырды ашуы әлі тарқамаған хан. Ожданды аса таяғымен бір қойып. Қасыңа 2-3 жүздей шерік алда шарапхана жұртының үрейін ұшыр. Ождан зып етіп шатырдан шыға бергенде тағы бір зұлымдық ойына келген хан оны тоқтатты. Қазаққа тартқан надан даруға, қазірше ауылды шабуды доғара тұр. Әлгі кент басшысы өлсін. Ол қазыққа қадалып тұрған күйі қиналып өлгенше біраз уақыт өтеді. Өлген соң айырыла жараланған құйрығының қаны тазаланбаған күйі жалаңаш қалпында есекке ет бетінен өңгеріңдер. Есекке өңгерерден бұрын екі қолын иығынан шауып тастаңдар. Молақ күйдегі денесін сосын есекке артыңдар да әр үйдің алдынан өткізіп жұртқа көрсетіңдер. Қоқанға қарсыласқан, оның ханына айбат көрсеткен адамның қандай ахуалға түсетінін жабайылар көрсін. Тілі жоқ мал да таяқтан, өлімнен сескенеді ғой. Жабайы қазақтарда содан кейін тілдерін тартып, бастарын жерге жеткенше иетім болар. Бар енді, әлгі басшының өлгенін күт. Ождан сыртқа атап шықты. Шатырдан аулақтау жерде 5-6 аламан жабылып, жаңағы басшыны шешіндіруге кірісіпті. Басшының қолдары байлаулы болса да, аламандарды аяғымен теуіп, басымен ұрып, бой бермей жатыр. Ождан олардың маңына асығыс жетті. Алдымен бұл бұзықты тоқпақтап жерге жығыңдар. Сосын мұның аяқтарын байлап, шешіндіруде артына қазық қағуда оңай.
Екі аламан кент басшысының желкесі мен аяқтарын шоқпармен сабалап жерге тізерлетті. Сосын тобықтары мен білектерін қоса байлады да өзін бүгілдіріп матап тастады. Киімдерін кескілеп тырдай жалаңаш еткен соң 3-4 оны қырынан жатқызып, басын, денесін басып тұрды. Бір аламан ұшы үшкірленген жуан таяқты құйрығына тақап, дәрет шығатын жеріне сұғып жіберді. Қоқан залымдарының осындай жан түршігерлік әрі адам тәніне өте ауыр бататын азапты жазасының ауыртпалығына кейбіреулер бір сәтке де шыдай алмай, бірден жүректері тоқтап, демде-ақ жан тәсілім қылатын. Кейбіреулер дегенде-ақ жанына батқан аурудан жер дүниені басына көтере шыңғырып, аздан кейін дауыс шығаруға шамалары жетпей талып кететін. Ал кент басшысы бақырмады, тіпті үнде шығармады. Өлер алдында да намысымды жоғалтпаймын дегендей бар ыза кегін от шашқан көздермен білдіріп, жазалаушыларға тесіле қарап жатты. Ал жуан ағашты құйрыққа сұққан жаңағы аламан болса, енді таяқтың екінші ұшын таспен соққылап, оны шарасыз жатқан анау жазғанның денесіне кіргізе түсті. Бүкіл ішкі ағзасын тесіп өткен үшкір ағаштың басы бір кезде оң жақ бұғанасының тұсын тесіп сыртқа шықты. Кент басшысы сонда да жан тәсілім қылмады, алқына дем алып жатты. Қатты қиналғаннан бет әлпеті өзгеріп, күрең тартты. Сабаз тым намысты һәм мықты екен, дауыс шығармады. Осынша қиналыстан жан дауысы шығар меді, алайда мұндайда адамның үн шығаруға да дәрмені жетпесті. Құйрық астынан да, мойын тұсынан да шапшымай, сыздана аққан қан жалаңаш денесін қып-қызыл етті. Осы кезде ол қатты ыңырсыды. Әлдене айтпақ боп аузын ашты, сөйлей алмады. Бәлкім іштей қоқандықтарға лағнет жаудырды. Ол жағы өзінен басқа ешкімге аян болмады. Жуан ағаштың денеге кірмеген 2-3 шерік ұстап тұрған екінші ұшының өзі бір құлаштай еді. Соның ең ұшын бір шерік аяқпен басып тұрды да, қалғандары ағаш кірген денені жабыла жоғары көтерді. Шеріктер аузы тар, кішкене шұңқыр қазып дайындап қойыпты. Соған ағаштың бос ұшын кіргізіп, шұңқырды топырақпен көміп, таптап тастады. Кент басшысы енді жерге қағылған қазыққа ілініп, қатты да қалды. Әдетте адам өлгенде көзін жұмушы еді. Кент басшысы көзін жұмбады. Қоқандықтар өзін ағашпен бірге жоғары көтеріп, жерге қадағанда соңғы рет бір ышқынып, ожданға тесіле қараған. Ождан оның көзінен үрей мен қиналыстың табын емес, өшпес кектің отын көрді. Даруғаның жүрегі зу етіп, көзін тайқытып әкетті. Найсап қазақ, өліп бара жатса да мойымағанын қарашы, деді іштей. Сосын көзіне қайта қарады. Суық жанар өзіне әлі қадалып тұр. Ождан әп-сәтте өзі өлім құшқандай беймаза күйге түсіп, өз-өзінен қалтырады. Тек әлден соң ғана ес жиып, аламандарға бұйырды. Мына кәззаптың осы тұрысында 2 көзін ойып, қолдарында шауып тастаңдар. Қаны әбден қатқасын, есекке ет бетінен өңгеріңдер. Бір шерік кент басшысының бақырайған көздеріне қанжарын сұққылап ойып алды. Екіншісі айбалтасымен қолдарын шаппаққа кірісе бергенде, шатыр жақтан ханның торғауылдар басшысы жүгіріп жетті. Тоқтаңдар, тоқтаңдар, тақсыр ием, қазыққа отырғызылған қазақты жерге құлатпай, осы қалпында қалдырсын, деді. Тақсыр тағы нені пәрмендеді, деді сабырсызданған ождан. Шарапхана жұртын осы өліктің маңына жинап, олардың үрейін ұшырсын, деп пәрмен айтты. Әлім
бұйырған соң ожданнан жан қалама. Дереу шеріктерді атқа қондырып, шарапхана жұртын осында айдап әкелуге жұмсады. Құтырынып, қиқуға салған қоқандық ләшкерлер, тоқал тамдар мен киіз үйлердегі жер кепелер мен қамыс шошалалардағы жұртты жайларынан айдап шығып, найзаларымен түрткілеп, қамшыларымен сабалап, жас кәрісіне қарамай, улатып шулатып, лезде-ақ кент басшысының өлігі жанына жинады. Қазыққа ілініп, өн бойын қан басқан өлікті көргенде әйелдер сыңсып, еркектер ах ұрды. Кейбіреулер өліктің сұмдық көрінісіне жүректері шыдамай құлап-құлап түсті. Жас балалар құдды бір құбыжық бейне көргендей үлкендердің етегіне бастарын тығып бақыра жылады. Батылсыздау кейбір еркектер де етбеттерінен түсті. Жерге етбеттегендерді қоқандықтар сойыл шоқпалдарымен төбелеп орындарынан тұрғызды. Ол аздай өлікке тіке қарап тұруларын пәрмендеді. Шеріктерді басқарып жүрген денесі алпамсадай паруанашы жиналған жұртты атымен айнала шауып, жуан даусымен гүжілдей бұйрыққа басты. Ендігәрі кімде-кім жерге жататын болса, теріс қарап тұрса, анау басшыларың сияқты өлімге кесіледі. Өлімге кесілетіндер еркек, қатын, бала деп бөлінбейді. Ай, естідіңдер ме пәрменімді? Бақыра бермей, сыңсый бермей, өшіріңдер үндеріңді. Енді бір жылау, бір өкіру естісем болды. Кім екеніне қарамай, табанда өлімге кесем. Боздау мен аңырау, жылау мен сыңсу сап тыйылды. Балалар да қорыққандарынан уанады. Естері кірмесе де, түстері суық, тұла бойлары қаруға толы қоқандықтардың әшейіндегі еркелігі мен жылауын көтеретін әке-шешелері еместігі балаң саналарына кірді ме, әйтеуір олар да дауыс шығаруларын қойды. Қоймағандарын үлкендер бауырларына баса уатып, үндерін шығармады. Әлгінде шеріктер ауыл жұртын айдап келуге шапқылап кеткенде, ождан шатырға қайта оралған. Анығында тарабасы арқылы хан оны қайта шақыртқан. Әлім оған жұрт жиналғанда не істеу керектігін айтса керек. Өз басшыларының өлігінің маңына қойдай иірілген қазақтар жым болғанда, ол шатырдан шығып атына мінді. Сосын өзін қоршаған 10 шақты нөкерімен жұрт алдына келді. Келе сала ат үстінде екі қолын екі жаққа жайып, қатынның даусындай жағымсыз үнімен сарнай жөнелді. О, имансыз, дінсіз қазақтар! Сендер әу бастан Алланы танымаған, шариғатты ұстанбаған жабайысыңдар. Енді біз келіп, өздеріңді нағыз мұсылмандық жолға түсірейін десек, бойларыңа сіңген шайтандық ғұрыптан айрылғыларың келмей, сендерге хақ жолын үйретпекке келген ұлы әзірет, Мұхаммед пайғамбардың ізін қуушы, сахабалардың жолын жалғастырушы, күн нұрынан жаралған әлім тақсырдың құзырына бағынудан бас тартып тұрсыңдар. Бас тартқандарыңның белгісі, сендердің басшыларың ұлы хан әлімді келемежге айналдырып, мазақ еткенінен білінді. Ләкін анау күнгей мен батыстан сендерді кәпір етпекке анталап келе жатқан, түрегеп тұрып дәрет алатын, доңыз етін жейтін харам орыстан қазақты сақтауға атқа қонған әлім тақсыр Алла көрсеткен жолдан хеш таймақты. Қазақтар таза исламдықты түгел ұстанбағанымен бәрібір мұсылман. Ал мұсылманды мұсылман қорғау керек. Шыңғыра әрі асығыс сөйлегеннен ожданның тамағы жыбырлап, даусы шықпай қалды. Тілімен еріндерін жалап, бір-екі жұтынып еді, өңешінің жыбырлағаны бәрібір басылмады. Амалсыз күйге түскен ол жан жағындағы кешіктендеріне алақ-жұлақ қарап, сусын беріңдер дегендей қолымен белгі жасады. Кешіктендердің бірі еріне ілінген торсықты ұсынды. 3-4 рет сусын жұтқан ождан
аузын жеңімен сүртті де сөзін жалғастырды. Біз мұсылмандықтың ізгі жолын қазақтарға үйретпекке, осында шеру тартқан сахабалар тәріздес қудауылмыз. Айтқанымызға көнбеген, айдауымызға жүрмеген әрбір қазақ мұсылман дінінің жауы қатарында мына басшыларың сықылды өлімге кесіледі. Өлім болғанда да оңай өлімге емес, азапты өлімге. Түсіндіңдер ме? Шарапханалықтар үн қатпады. Әлгінде ғана көпшілігі қоқандықтардан үрейленгендіктен кент басшысының өлігіне қарамаса да, әйтеуір иектерін жоғары көтеріп тұрған. Ожданның мына сөзінен кейін көбісінің бастары салбырады. Дегенмен көп ішінен батыл біреу табылды. Орта бойлы, жасы 40-ты алқымдаған бір жігіт ағасы алға 2-3 адым шығып, ожданға ілтипатты түрде сауал тастады. Кім екендеріңізді білдік, енді қазақтардың сіздердің алдарыңызда не істемегі, не атқармағы ләзім, осы жайын айтыңызшы. Жөн сұрақ, деді ождан бір сәт лепіріп. Біріншіден, қазақтар 5 уақыт намаз оқымағы ләзім. Екіншіден, шариғат жолымен жүрмегі ләзім. Үшіншіден, өздеріне мұсылмандықтың бар талаптарын орындатпаққа һәм кәпір орыстан сақтамаққа келген ұлы тақсыр Париуз Музаффар Әлім ханға, оның шеріктеріне бақи қызмет етпекке ләзім. Бесіншіден, Қоқан хандығына 7 түрлі салық төлемекке ләзім. Бәрінен бұрын бойына Алланың шуақ нұры құйылған Әлім тақсырға бағынышты әрбір қоқандыққа қарсы келмей, оны қожайын санамағы ләзім. Сендер осындай әдепке бас игендеріңде ғана біздің аса мәртебелі қамқоршымыз, жоқ, бәріміздің мына жер бетіндегі тірекшіміз Әлім тақсыр мейірімді болмақ. Сізге тағы бір сауал тастауға бола ма, құрметті даруға, деді әлгі жігіт. Тастаң. Бекерге өлімге душар болғандарыңша жөн сөзді миларыңа құйып, айтқанымызды құп алғандарың жақсы емес пе? Менің атым Құрал, құрметті даруға. 30 жасымда Бұқарадағы Мір Шәріп медресесіне барып, біраз жыл діннен ғақлия, Құран мен шариғаттан дәріс алып қайтқам. Медресе ғұламалары бізге адам өлтіру мен адам еркіне зорлық ету күнәнің үлкені деп үйретуші еді. Сіз Алланы ауызға алып тұрып, күнәға батып тұрсыз ау деймін. Одан соң қазақты дінсіз, мұсылман жоралғыларын ұстамайды деп кім айтты сізге? Жаңа ғана көңілденген ождан қайнап шыға келді. Міне, надан қазақтың сөзі, жасауылдар, бұған да өлім құштырыңдар, қалғандарын өлімші етіп сабаңдар. 5-6 атты шерік құралға жабылды. Қалғандары жұртқа бас салды, қылыш сермеп, найза түйреп, жастың да, кәрінің де қан жосаларын шығарды. Әйелдер шыңғырып, еркектер өкіріп, балалар боздап, әп-сәтте айналаның азан қазаны шықты. Қазақтардың у-шуы миын аштып жіберген Әлім шатырдан атып шықты. Бұл кезде шатыр алдына ождан алқынып жеткен. Хан оған бақырып берді. Мисыз даруға, менің шатырымның маңында мына жабайларды ботадай боздатқаның не? Дереу өшіріндерін, бәрін аулаққа айдап салыңдар. Басын бір иіп, тағзым еткен даруға дереу кейін бұрылып, бір паруанашыға бұйырды. Әр шерік, әр қазақты тақымына қыса ма, атқа өңгере ме, әлде алдына салып қуалай ма? Шаруам жоқ. Тез арада мына жабайларды бұл жерден құрт. Қоқандықтар мана кент басшысының алдына айдап келгенде үрейлене ақ ұрған қазақтардың айқай сүреңі түк емес екен. Шын сұмдық шу енді басталды. Аттылы аламандар күңіренген жұртқа шоқпар найзаларын бірдей сілтеп ұмтылғанда, таяқ тиген қазақтардың жан дауыстары шығып, шарапхана үсті
ойбай мен жалынышты дауыстарға толды. Шоқпар соққысынан басын қорғалаған ересектер, етектеріне сүрініп, етбеттей құлаған әйелдер мен қыздар, асау аттардың аяқтарының астында қалған жас балалар, бәрінің жандары шырқырап, аман қалудың жолы осы дегендей, өздеріне төнген қоқандықтарға айғайлай жалынды. Бірақ жалынышқа құлақ асқан аламандар болмады. Сілтеген шоқпары, ұрған найзасы, діттеген адамын өлтіре ме, әлде жарақаттай ма, онда шаруасы болмаған әрбір аламан, алдынан кездескен әр тұрғынды аямай соққылай берді. Қиыс тиген соққыдан жаны қалып, жан ұшыра өкірген, қорқыныштан бақырған қазаққа өшір үніңді, даусыңды шығарушы болма, деп тағы ұмтылды. Жан сауғалағандар даусын шығарса да, шығармаса да бәрібір екінші соққыдан құтылмады. Кейбірі заматта о дүниелік болды, кейбірі жер құшқанымен шала жансар күйлерінде дыбыс шығаруға да шамалары келмей, құлаған жерлерінде тыпырлады. Бәрінен де жас балаларға қиын тиді. Басқалардан көбірек үрейленгендер де, жылап бақырғандардың басымы да, ақыр аяғында кілең күштері тасыған қауқарлы қоқандық ғаскерлердің қолдарынан көп мерт болғандар да солар болды. Тұрғындардың бәрі жаяу, әрі қорғансыз тын. Сондай кейіптегі қайласыз көпшілікті өңкей жарау атқа мінген жасақты аламандар әп-сәтте жайпап салды. Сонда да біраз қазақтар бұл қырғыннан қашып құтылды. Жиектері тар болғанымен түбі терең. Жайпаңдау кешу тұсы болмаса, кез келген жерінен ат өте алмайтын шағын Жіңішке өзені көмектесті оларға. Әдетте ат өте алмайтын ор жардан адам өтіп кетеді. Қимылы тез, жүрісі шапшаң қазақтың бірталай жас жігіттері Жіңішкенің осындай орлы жар қабақтарынан асып, арғы бетке өтіп кетті. 20-30 қоқандық сарбаздар қашқан жігіттердің артынан жетпек боп, анадайдағы кешуге ат басын бұрған. Бүгінгі қырғынға мынау өліктер мен жаралы күйінде ыңырсып жатқан шарапханалықтар жетеді деді ме, ождан шапқыншы аламандарын тоқтатты. Қашқандарды қумаңдар, қайда барады дейсіңдер? Одан да аттан түсіп, Құран намазсыз өмір сүріп, бүгін тозақ есігін аттаған мына қазақтардың өлігін бір жерге жинаңдар. Өлмегендері болса, жандарын қинамай, тезірек о дүниелік қылыңдар. Сөйтіңдер де менің пәрменімді күтіңдер. Әлгінде ғана айқай шу басқан Жіңішке маңында енді қоқандықтардың дабырласа сөйлескен дауыстары, жаралы қазақтардың әлсіз дыбыспен ыңқылдаған үндері ғана естілді. Аламандар жерге сұлағандардың арасынан тірі жатқандарды іздей бастағанда ождан шатырға қайта келді. Тақсыр ием, шибөрідей ұлыған екі аяқты жабайы немелердің шу сүреңі мазаңызды алғанына мен айыптымын. Қанша басу айтсам да бақыруларын қоймады. Амал жоқ, содан біразін қырып тастауға тура келді. Бек манағыдай емес, сабасына түсіпті. Шатыр есігінің босағасынан сыртқа көз сала отырып, баяу сөйледі. Қанша қазақты қырдыңдар? 70-80 барау. Бәрін қырып тастасаң да, саған артар айыбым жоқ. Кеше жан жақтағы ауылдарға аттандырған шеріктер оралды ма? Оралса, паруанашыларын бері шақыр. Аламандар әлгінде кент басшысын өлтіріп, жұртты қырып жатқанда, кеше жақын маңдағы қоныстарға аттандырған шеріктер алдарына адамдар мен ат есектерді салып қосынға оралған. Бірақ әлім мен ожданнан пәрмен болмаған соң олжаға әкелген адамдар мен малдарды хан шатырынан қашықтау тұстағы бір жерге жиып отырған. Даруғадан пәрмен жеткенде 5 паруанашы шатыр алдындағы ожданға таяп бастарын иді. Хан тақсырдың пәрменімен ықтиярлы һәм тыңғылықты орындап келдік.
Сендерді хан күтіп отыр, жүріңдер. Шатырға кіргендерінде 5 паруанашы темірше иіліп, бастарын тізелеріне дейін жеткізді. Уа, Қоқан хандығының әміршісі, пақыр міскіндеріңіз тапсырған ісіңізді сіздің көңіл қалауыңызша орындап келді. Енді 5 пірәдар алдағы уақыттағы бұйрығыңызға құлақ салуды мәртебе санайды. Қанша ауылға бардыңдар? Келестің жоғарғы жағы мен Қазығұрттың бергі бетінде қоныстар жүдәям көп екен. Тұрғындардың жүректерін ұшырып қайттық. Қазақтар маған бағынуды қалай екен? Жоқ, оларға маған қалай бағыну керектігін ұғындырып қайттыңдар ма? Сөйлеген паруанашы бірден жауап қатпай, сәл кібіртіктеді. Өйткені әп дегенде бар хақиқатты айтып қалса, хан өзін жазалап тастай ма деп қауіптенді. Себебі өздері барып қайтқан ауылдардағы қазақтардың біразы бірден мойын сұнатындарын білдірсе, біразы иліге қоймаған. Кейбірі бұларға қарсы сөз айтқан. Қоқан құзыретіне бас ию ойларында жоқ екендерін білдірген. Ой ниеттері тек басқыншылық пиғылмен ұштасқан паруанашылар әлгіндей қазақтардың қарсылығына, айтқан уәждеріне құлақ аспай, күш қолдануға кіріскен. Сөйтіп, сөзі мен жүрегі болмаса, біріккен ғаскері, қаруы жоқ рулардың, сондай басшы көсемдерінің бір қаншасының бастарын шапқан. Батыр дегендеріне найза қадаған. Ақырында барған ауылдарынан жарамды деген біраз жігіттерді байлап матап, қолға ілінген ат есектерді алдарына салып кері қайтқан. Паруанашылар қайтар жолдарында ауылда қалған көп қазақтың өз көсем батырларын қырған қоқандықтарға өшпестей кек тұтып қалғандарын байқаған. Әміршісінің жаңағы сұрағына бірден жауап қата алмай, паруанашының күмілжігенінің сыры осы еді. Алайда тез сөз тауып кетті. Тақсыр, асау аттың бір мінезі бар ғой, басына жүген киілгенше тарпаңдай беретін. Қазақтарды да сондай ма деп қалдым. Алғашқыда мінез көрсетпек болған еді. Біздің найзамыз көкіректеріне қадалғанда жуасып қалды. Бұл сапарларыңда оларға тек бой көрсетіп қайттыңдар. Қоқан қылышының өткір екенін олар енді біледі. Ауыл-ауылдардың зәресін соғыссыз-ақ ұшыру үшін һәм біздің хандықтың үстемдігін қазақтарға тезірек мойындату үшін қазір былай етіңдер. Жаңа өлтірілгендердің барлығын ауыл-ауылдардан айдап келген ат есектерге өңгеріп, малдарды жан жаққа айдап, бастарын бос жіберіңдер. Сөз жоқ, әр ат, әр есек өз ауылдарына қарай тартады. Өлік өңгерілген ат есектер әр қазақтың есік алдарына жеткенде жабайылардың жаны шықпай көрсін. Мұндайды көргенде сендер асау деп атаған рулардың өздері осындай өлімге ұшырамас үшін ертең-ақ аяғымызға келіп жығылады. Әлімнің әр ауылдардан неге ат есектерді айдатып әкелдіргенінің мәнісін ождан енді түсінді. Мұндай аярлық пен залымдық оған да жат емес. Қазақтарға, төрт аяқты жануарларға артылған өліктердің сыйқын одан бетер үрейлі көрсетуді әрі ханға бұрынғыдан да жағынуды ойлаған ол, әлім сөйлеуін доғарған кезде одан дат сұрады. Хан ием, әлдене айтсам ғапу етерсіз. Мына тәсіліңіз өзіңіз айтпақшы, тұрлаусыз далалықтардың шәксіз бір пәсте естерін кіргізері хақиқат. Десем де, өліктердің бірінің басын, бірінің аяқ қолдарын шауып, енді бірінің ішек қарнын ақтарып, адам көргісіздей етіп жіберейік. Сізге дер кезінде бағынбауды ойлағандардың милары ауып, ақылдарынан ажырасын. Осылай дел сал боп, есеңгіреп тұрған шақтарында, яки ертең-ақ әр ауылдарға қайтадан аламандарды қайта аттандырайық. Осылай етсек, бір жағы қорқыныштан, бір жағы іләшсіздіктен аңтарылған жергілікті рулар
Құзырыңызға бас июді шапшаңдатары бек кәміл. Хә, ождан, сен кейде осылай пайдалы гәп айтасың. Ат есектерге анау өзен жағасында сұлаған өліктерді ғана артпаңдар. Аламандар ауылдардан айдап келген адамдарды да бауыздап артып жіберіңдер. Әлім өз кесіміне өзі разы болғандай көзін алартып, паңданған кейіпте тұмсығын жоғары көтерді. Паруанашылар сыртқа беттей бергенде қатқыл дауыспен ожданға пәрмендеді. Даруға, аламандар бар тірлікті бітіргенше бас көз болды, дереу шатырға қайт. Сосын кешіктендермен кептеуілдерді бастап, осы өзен жағасынан уақытша орда тігетін орын тап. Жаман қазақтардың қаны сасыған мына жерде бұдан әрмен отыра алмаймын. Ождан екі қолын кіндігіне қоя қатынша иілді. Күн батқанша өзіңізге жайлы орын табуға бек уағыда етемін. 5 аттылы шығыс жақтағы дөңес үстінен құйғыта шауып өтті де Шымқаланың бадам бетіндегі Ташкен қақпасына таяды. Аттарының тұмсықтары қақпаға тірелгенде екі жақтамалы ауыр есіктер айқара ашылды. Аттылар тоқтамаған күйлері екі қапталында тоқал тамдар орналасқан тар көшенің шаңын шығара желіп, шаһардың арғы бұрышындағы керуен сарайға келіп, бірақ тоқтады. Керуен сарайдың алдындағы қызметші жігіттер шауып келгендердің аттарының шылбырына жармасты. Аттан секіріп-секіріп түскен 5 кісі асығыс түрде керуен сарайдың төріндегі есікке ұмтылды. Іштен беліне қылыш ілінген бір еркек шықты. Ақпан батыр, жеттіңдер ме? Сарай басшысы өздеріңді бағаналы бері күтіп отыр. Сенімен бірге Шойбек деген біреу келеді деп еді. Мына кісілердің арасында ол бар ма? Шойбек деген мына кісі. Ақпан қасындағы кісіні оған көрсетіп, есіктен ары аттады. Керуен сарайдың диуан ханасында адамдар толы. Отырғандардың бәрі Ақпанмен бірге Шойбекті де танитын болып шықты. Ақпан батыр келді. Пәлі, қасында Шойбек те бар екен, десіп өре түрі келді. Алғашқы сөйлеген қапсағай денелі кісі кіргендердің бесеуімен де төс қағыстырды. Қалғандары қол берумен шектелді. Бәрі қайтадан орындарына жайғасқан кезде әлгі қапсағай денелі кісі төрден орын алған Шойбекке бұрылды. Алдыңғы күні мына Ақпанға сені қалайда тауып кел деп едім. Енді өзіңді көріп қуанып қалдым. Қожамжар би қалай, бақуат па? Елге төнген ахуал өмір бойы қазағым, жұртым деп жарғақ құлағы жастыққа тимей 90 жыл өмірін күреспен өткізген ақиық биді тағы жастып тастамады ма? Иә, қартайғанға жайлы ғұмыр, жас балаға жайсаң өмір сыйлай алмаған өзіміз кінәліміз бәріне. Келер күннің қамын ертерек жасасақ қой. Жау бізді осыншама басынбас еді. Сөйлеген кісі Шымқала керуен сарайының төресі. Керуен сарайдың төресі шаһарға да қожа. Шымқала аса үлкен шаһар саналмайды. Қошқарата суының батыс түстік бетіндегі жота үстіндегі тегіске орналасқан. Қорғаны да аса биік емес. 3-4 мыңдай жұрты бар. Тамдарының бәрі қамыспен жабылған тоқал үйшіктер. Тамдар кішкене бөлмелерден тұрады. Ең үлкен там керуен сарай. Мұнда мал қамайтын арнайы қоралар, жатын жайлар, диуанхана және төренің жеке іс бөлмесі бар. Керуен сарайдың шығыс бетінде үлкен базар орналасқан. Базар күнде жұмыс жасайды. Жергілікті қазақтар бір хандық ордаға немесе бір орталық билікке бағынбаса да, Қазығұрт пен Қаратау, Келес пен Шаян өңіріндегі далалықтар үшін Шымқала бас шаһар саналады. Шымқала өлкенің бас шаһары саналғасын, оның қожайын төресі де сыйсыз болсын ба? Жер-жердегі батыр билер оны тыңдайды, сөзіне құлақ асады. Кеше Ақпан
Біркөлік етегінде отырған Қожамжар аулына барып, төренің Шойбекті шақырғаны жөнінде хабарды жеткізгенде, би оның сәлемін құп алып, баласын Шымқалаға аттандырған. Шаһар төресі дәл қазір Қазығұрт айналасындағы қалың елге жер таянар жасқа жеткен Қожамжардан гөрі Шойбектің сөзі өтімдірек боп жүргенін білетін. Елге қауіп төнген мынадай алмағайып кезеңде төренің Шойбекті шақыртқанының мәнісі үлкен тін. Төре сөзін жалғастырды. Турасынан бастасам, Шойбек, Ақпан, һәм бәріңде білесіңдер, тап бүгін арқа-жарқа боп отыратын кез емес. Елдегі ахуалды талқылайық. Шойбек, айтшы, шарапханаға келіп, 2 айдан бері шатырын тігіп жатқан Қоқан ханының қиялында не бар деп ойлайсың? Шойбек шарт жүгініп отырды. Реңі қарауытып, қамшысын алдына көлденең тастай сап, қызулана сөйлеп кетті. Қоқан ханының ойы белгілі, бар қазақты жаулап алмақ. Қазақтың есті билері мен епті батырлары Құрама мен Шатқалдың ар жағындағы 2 айлық көш жерде жатқан әлгі ханның ойын осыдан 1-2 жыл бұрынғы қылығынан-ақ ұққан. Сондақ жер-жерге ат шаптырып, Қоқан қаупі хақында хабарлап бағып едік. Бірақ дабылымызға құлақ асқан көпшілік болмады. Енді міне, ол желкемізге келіп жайғасып алып, небір хайуандықты істеп отыр. Шойбек осыны айтып тоқтады. Отырғандар тырс етпеді. Төре басын төмен салды. 1 жылдай бұрын Қожамжар мен Шойбектің шабарманы бұғанда келген. Ауыл-ауыл арасында Парғана мен Наманған, Қоқан жақтан пірлер мен дәруіштердің қаптап кеткенінің, олардың қазақтарға мұсылмандық үгіт насихатқа елтумен қатар халықтық қалыптан бездіріп, бір-бірінің арасында жаулық пен от тастап жүргендерінің астарында үлкен қауіп жатқанын, сол үшін де етек жеңді жиып, Ташкент тараптан төнетін шапқыншылықты қарсылауға дайын отыру керектігін айтқаны еді сол шабарман. Шабарманның сөзі Қожамжар мен Шойбектің ел келешегіне алаңдаған басқа да батыр билердің пікірі, алғашқы ескертпесі тұғын. Мына төре сонда шабарманның сөзіне онша елең етпеген. Қожамжар мен Шойбек жіберді дейсің бе? Деген оған. Ауылдарға пірлер мен дәруіштердің қаптағаны бір бұл мекен. Әлгі сөздер олардың үнемі айтып жүретін жар-жарлары ғой. Пірлер оттай береді. Сары орыс әлі бізден алыс. Әзірге шабуылдай қоймас. Ал Қоқан бізді шапқанда не таппақ? Өйтсе, өзіне зиян келтіреді. Ол соғыс ашса, сонау Құлжа Шәуешектен, Арқа Алтайдан келетін керуендердің жолы кесілмек. Керуендердің жолы кесілсе, әлім билеген Ташкенге де, арғы жағындағы еліне де пайда түспей қалады ғой. Әлім мен ождан мұны білмейді дейсің бе? Біледі. Сол үшінде екеуі қазақ даласына қарай ойран салмайды. Қожамжар мен Шойбекке одан қалса, бекерге үрей құшып жүрген билерге сәлем қылғайсың. Бекерге қауіптенбесін. Төренің мұндай жауабын естігенде Шойбек бұлқан-талқан болған. Кәрі қыран тектес, көпті көрген Қожамжар би сабырлық танытып, төре пірлердің қылығын қалыпты нәрсеге балай берсін. Бірақ пірлер мен дәруіштердің тұрқын жамылғандардың, қазақтардың жай күйін таразылап, малы мен жұртын санамалап, қанша батыр, қанша қаруы бар екенін тізбелеп жүргендердің астарында тегін сыр жатпағанын ұқсын, деп шабарманды шаһарға тағы жөнелткен. Бұны естіген шаһар басшысы, сонда не қылмақпыз? Шабарманнан қайта сұрау жіберткен. Қожамжар, дәруіш пен пірлердің белсенділерін ұстап, елді азғырды деген айыппен зынданға қамап тастау керек, деген ұшбу сәлем жолдаған. Шаһар төресі болса, бұлай етсем, Ташкент даруғасының қаһарына ұшыраймын. Одан да ештеңеге алаңдамай, осы бейбіт күнімізбен жүре берейік, деп
бір жағы қорқақтық, бір жағы жайбарақаттық танытқан. Шаһар төресі ғана емес, көптеген рубасылар мен билер осындай сыңай көрсеткен. Ақыры дабыл көтеруші көсемдердің күдігі расқа айналып, ел шетіне 5 қаруы сай, соғыс пен шабуылға аты жарамды Қоқан сау еткенде бәрінің тыныштығы кетіп, беймазалыққа түскен. Қатесін кеш түсінген шаһар төресі жан жақтағы игі жақсылар мен батыр бағландарға сауын айтып, мәжіліске шақырған. Жаушы Шойбекке келгенде, Қоқанның түбі жау шыққанына төренің енді көзі жетті ме? 2 жыл бойы бейғам жатқан ол, ендігі аз уақыттың ішінде тас түйін ғаскер дайындап үлгерем деп ойлай ма? Құрысын оның мәжілісі. Онсыз-ақ мәжіліс құрып, өзіміз жасақ жинай аламыз, деп тарс кеткен. Шойбекке Қожамжар басу айтқан. Балам, кеште болса қателігін түсініп, ел жайын ойлай бастаған хакімнен жамандық шықпас. Әз басыны епті, қателігін түсініпті. Содан ғой сені елеп шақырып жатқаны. Қоқанның сырын мен жақсы білемін. Ол алдымен даладағы ауылдарды емес, үлкен-үлкен кент шаһарларды басуды діттейді. Қалаларды басып алса, жан жақтағы басы бірікпейтін ауылдарды оп-оңай бағындырады. Қоқанның харекеті әркез осындай. Сондықтан оған қаланы беруге болмайды. Біз көп әскер жинай алмағанымыздан, әлімнің құмырсқадай қаптаған қолына төтеп бере алмаймыз. Ал қамалы бар шаһар ішіне ұйыссақ, шабуылдаушы көп қолдың қатарын селдіретіп, бетін қайтаруға ғамал бар. Шымқала бізге осы үшін керек. Шымқала керек болғасын, оның төресі де керек. Қызбалана бермей, атқа қонда төреге жет. Сөйтіп, бірігіп қол жинаудың қарекетін жасаңдар. Жастан тайса да сөзден таймаған әкесіне дау айтпаған Шойбек ақпанға еріп Шымқалаға жеткен. Төре өзіне сауал тастағанда екілене сөйлеген ол, өткен істі қозғамайын деген оймен кілт тоқтады. Бірақ оның көкейіндегіні төре анық ұқты. Мәжіліс ханадағы кісілер бастарын төмен салғанда төре терең күрсінді. Шойбек, бұрындары сендер көтерген дабылға құлақ аспағанымыздың зарарын енді тартайық деп отырмыз. Ғамал не? Іргедегі жаудың қылығына әдепкі іс қой деп мән бермеппіз. Расында әлім мен ождан адамшылықтан тіптен безген екен. Шарапхана кентінің басшысын жұрттың көзінше қазыққа отырғызып өлтіргені былай тұрсын, сонда жиналғандарды қырып салыпты. Өлген адамдардың ішек қарындарын ақтарып, болмаса аяқ қолдарын шауып, молақ, шолақ күйлерінде ат есектерге өңгеріп, ауыл-ауылдарға айдапты. Кеше сол ауылдардан қалаға келген кісілердің айтуынша, өліктердің әлгіндей жан шоштарлық кейіптерін көрген адамдардың жүректері ұшыпты. Кейбіреулер қорқыныштан өліп те қалыпты. Екі қабат қатындардың талайы бала тастап, талайы жынданып кетіпті.